Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге тоңмайдың дұрыс жасалу жолын көрсететін боламын. Бұл жерде менде соғымнан қалып кеткен сиырдың іш майларын жинақтап, босқа қалмасын деп тоңмай жасайын дедім. Енді маған ет тартқыштан өткізу үшін осылай ірілеп барлығын турап алып жатырмын. Ет тартқыш болмаса міндетті емес, сіздер кәдімгідей пышақпен майдалап турасаңыздар болады. Неғұрлым майда болса, соғұрлым қалдықтары, яғни отходтары аз шығатын болады. Жалпы бұны қойдың майынан жасап жүрмеңіздер, тек қана сиырдың іш майларынан ғана жасалады. Енді барлығы міне турап болдық. Ет тартқыштан өткіземіз. Тоңмай жалпы үй жағдайында осы бауырсақ пісіргенде болсын, хаттама, самса пісіргенде барлығында да қолдана бересіздер. Яғни хаттама пісірген кезде самсада қамырының арасына сары маймен қосып араластырып жартылай осы тоңмайдан салсаңыздар, дәмі деген өте керемет болады және қатпарлы, кәдімгідей қабат слоисти болып күшті болып шығатын болады. Бауырсақтарыңызда қатты шылқымай, майсыз, дәмі де әдемі болып шығатын болады. Міне барлығын осылай дайындап алдық. Менде үлкен бір табақ шықты. Енді кастрюлеміздің астынан қыздырып қойып, міне барлығын салып шықтым. Және орташа отта майымызды ерітетін боламыз. Қатты отқа қоймаңыздар, бірден күйіп кететін болады. Міне өзі жайлап осылай еріп бастайды. Сол кезде міне жайлап қана бетін тек міне кішкене араластырып, бетіне шыққан көбіктерін міндетті түрде алып тастайтын боласыздар. Менде әлі дайын болған жоқ, кішкене сарғаю керек. Міне әлі әппақ көріп тұрсыздар, майы міне жаймендеп еріп шығып жатыр. Міне бізде уже толығымен ішіндегі майлары сарғайып қызарған кезде осылай асын өшіріп, бөлек ыдысқа сүзіп алатын боламыз. Осындай мөп-мөлдір болып шығады, сап-сары болып. Міне осыны тоңазытқышта немесе бөлме температурасында қалдырсаңыздар, осындай әппақ болып өзі қатып тоңып қалатын болады. Осыны тоңмай дейміз. Міне осылай кесіп, немесе осы бүтін күйінде салафанға салып, пакеттерге салып сақтай берсеңіздер болады. Керек кезінде шетінен тек сындырып алып қоса бересіздер. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Достар, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Лайк басып, осы видеоны достарыңызға WhatsApp группаларды немесе басқа да әлеуметтік желілерде жіберіп бөлісуді ұмытпаңыздар.